Итак, новыми чемпионами нашего ежегодного турнира по футболу становится команда сборщика! Жарайсыңдар! Құттықтаймын. Туасың көмек! Поэма саған жазып алдым да. Резьба любви моих тебе сохнет. Алексей, вообще қатырас. Маған добавь бере салшы. Регоша, сіздің анау Хогвартстағы мұғалімдеріңізші магияңызды басқа жерде қолданып жүргеніңізді біледі ма? Қандай магия? Тамақ жасау стиліңіз магия ғой сіз. Красавчик, братан. Енді асыр-асыр деп мақтап жіберген сияқтысың. Қалай, мен наоборот жеткізе алмай жатырмын. Сіздің тамақтарыңызды жеймін ғой, сол кезде сіздің сұлулығыңыздың дәмі аузымнан кетпейді ғой менің. Рахмет. Маған добавка бересіз ба? Просто алда-жалда мен өліп кетсем, тамағыңызды жей алмай арманда кетем ба деп қорқам. Ой, қайдағын айтпашы, өлмейсің, қазір салып әкеп берем мен. Қай сияқты істейсіз? Раисин. Қара, учись. Міне. Рахмет. Одан кейін кешкісін кетер кезде маған 2 порция салып бересіз ба? Просто үйге барып жатқан кезде мен соны жейін да сұлулығыңызды елестетіп жатайыншы. Сұлулығым асылысын. Рахмет, жақсы сұлу. Кешке дайындап қоям ғой. Коко. Менің добавкам қайда? Добавкаң жоқ? Ой, не хочу мен алдым. Қалайсыңдар жігіттер? Қарызға 15 мың теңге шыға ма? Жоқ, досым, менде кредит. Ұятың жоқ екен сен. Алдында менен 10 мың сұрадың, айлы қайтармадың ғой. Брат, соңын қосып 25 мың қайтарым, родной. Арқан қытырлап берем, если что. Қытырлатпай-ақ қойшы, одан да ақшамды қайтарып шеш. Зор қытырлататын ғой, брат. Абдал, салам алейкум. Что ты в долг постоянно просишь? Недавно же зарплата была. Ты опять? Ну, это личное, брат. Личное, не публичное. Сенде жоқ па? У меня нет. Қалайсың? 15 мың шықпай ма? Жоқ. Эй, красавица, чё без настроения? Или чё, ресторанға барғың келіп жүр ме не? Ой, ресторанды қоя тұршы ондас. Мен ресторан деп столовыйда айтып жатырмын ғой, ещё. Менде завал, мынаның бәрін құжаттап бюджетке түсіру керекпін. Чё за құжаттар? Ой, прям мен өзім түсінбей жатқанда, как будто сен бірдеңе түсінесің. Фигня ғой мынау. Істеп берейін ба сен орныңа? Точно ма? Потому что мен мынаның бәрін бүгін кешке дейін уже дайындап тапсыру керекпін. Если что, мен өзім жасай берем. Осы ғой да? Я. Мына миым осы құжаттарды жасау үшін арналған ғой. Нобелевский сыйлық ала жаздаған ғой ми. За самый креативный мозг деген награждение берді. Я. Танысқан күнімізде креативно болды ғой. Сол күнді айтпай қойшы маған, пожалуйста. Басқа күшті күндерді айтпайсың ба сен? Никогда. Бір басқа да қызық кездерді дейсің. Біз сен жұмысқа уборщик қылып алдық па? Жоқ әлде ауыз жабылмайтын балтуын ретінде ме? Болды ғой барлық жұмыстарды істеп тастадым ғой. Бәрін істеп тастасаң, как раз. Ана морозилканың термостатын алып келу керек, барды алып қойшы бар. Қалай термостат? Столовыйдағы морозильник бар ма, сол сынып қалған. Бүгін кешке ужинға вегетарианский тамақ ішкің келмесе, сол термостатты алып келу керек, түсіндің ба? Оған арнайы закупщиктер бар емес па, соларға айтпайсыз ба? Олардың қолдары бос емес.
А сен болсаң жүрсің ғой, қарашы, салбырап тектен текке. Давай вперед, иди. Сосын тоқташы. Автобуспен бармай, таксимен баршы осы жол, пожалуйста. А то постоянно только автобуспен ғана жүресің ғой сен. Бар. Тұра тұр. Қайда кетіп барасың? Сенде ақша да жоқ қой такси. Мә. Сюда. Қалған сдачаны там өзің мороженый, пороженый, қырт-шырт. Өзің білесің, в общем, давай, тез кел, бар, иди. Әйгерім, бар, давай. Ержик, чё там? Қанша? Молодец. Ловилась! Вор! Береш! Не, сен бар ғой, арам шөпсің сен. Сен колорадский жөксің сен бар ғой. Түсінбедім. Ты мне вот так вот, на голову просто. Не понял. У меня отношения. Ты зачем нам мешаешь? У тебя головой все в порядке? Да в порядке у меня. Дарничный был. Сэм, какая тебе разница? Не перебегай мне дорогу. Я тебя прошу, Что ты говоришь? Я ее люблю ее. Меня? Да не тебя, что это? Ее, Даригана люблю, Даригана. Дарья. Даригая. Она же чудо-женщина. Да. Бергеш! Қайда? Нем бар еттім да. Как будто сол жерде жандос көмектесе аласың ба деп сұраған сияқты. Өзім барып, ойбай көмектесейін, давай помогу, миым бар ғой деп. Не істемей? Көтті қысып жүру керек. Значит. Талғат амесім, вообще сөйлескен жоқ. Не болды тағы? Ештеңе болған жоқ. Мен жаңа байқап қалдым. Запчастардың қай жерде арзан және сапалы екенін мен білемін. Серьезно ма, аға? Әрине. Бәрін біледі екенсіз ғой. Мыналар қайда сатылады, аға? Молодежь моя. Ё-май, аға. Мына бір дұрыс болды. Рахмет көп. Кәдімгідей пайдаңыз тиді ғой сіздің. Осы қызық та. Қайдан білесің бұның бәрін? Мына заводты көріп тұрсың ба? Осында жұмыс істеймін ғой. Мен кезінде осы заводтың директоры болғанмын. Серьезно ма? Қалжыңдамай бе? Мен жай таксистпін ғой. Бәрін білем. Бәсе түріңіз самайды да директор. Жарайды, жолың болсын бауырым. Все, рахмет аға. Странный такой. А кто ты такой, чтобы мне дорогу перебегать, а? Кто ты такой, чтобы судьбу мою рушить, а? А чё успокойся? Ты кто такой, чтобы меня успокаивать, а? Солай айту керек еді, по-любому бар ғой, по-любому. Такой же он. Так же изо рта воняет. У тебя, кстати, тоже воняет. Все равно онда косяк есть. Я тебе точно говорю. Косяк есть онда. Вот. Просто табу керек болды. И Дариғаға айту керек. Я так же говорю. Все. Так, сен давай үйіне қайт. Я на завод. И давай себе девку найди. Что ты будешь ходить все время один? Сделано. Ну, давай. Давай. Айка, осы тасбақалар бар ғой. Тыныс алу үшін көтені пайдаланады десем сенесің ба? Ну, мүмкін. Ал сен жұмысыңды бітіріп тастадың десем ше? Жаңа келе жатып Discovery көремін ғой. Тасбақалар, оказывается... Тоқташ, серьезно ма?
ой серьезно дискавер ұнайды маған. Короче көтереді екен да. Жоқ, мен сені отчетты аяқтағанымды айтам. Смело ғой. Моя стихия ғой, қарасаңшы. Ну, көрейік та. 100% дұрыс қой. Это вообще возможно? Когда надо жасаймыз ғой. Жоқ, сен неге уборщик болып жасайсың? Уборщик просто андай бір историям болсын деймін ғой. Байлар бар ғой, айтады ғой. Бір кезінде семечки сатып бастағам дейді ғой. Сол сияқты мен де бір кезінде уборщик болып пол жуып жүргем деп айтам да. Сода ғой. Біз бар ғой, сенің басыңды дұрыстап пайдалануымыз керек. Басқа бір должность қарастыру керек саған. Андай главный инженер дейтін должностьтар ғой, примерно. Ну енді сразу главный инженер емес. Пол жуудан басқа должностьтар бар. Давай мен сөйлесіп көрейін. Сен қолымнан келе ма не ондай нәрселер? Ну, көруге болады. Марат Мұхтаровичке кіріп шығып, осы жайында сөйлесейін мен, я? Давай, бастап кет маған отчеттарды. Жақсы жағын қайтасың ғой, я? Постараюсь. Ах ты изменщик. Білдім ғой мен ондайды. Марат Мұхтарович, подпишите, пожалуйста. Айгеремочка, я для тебя все подпишу. А хочешь, даже я свой дом на тебя перепишу? Можно? Келсе саласың деп ойламаппын что-то. Так, а бұл не? Просьба о повышении Жандоса? Я, может, басшылықпен сөйлесіп, бір должность берерміз? А чё, мы уже ему повышение выбиваем, да? Айгерім ол кеше ғана кірген адам жұмысқа? Или оның кешегі салған гол үшін бе? Жоқ, ол үшін емес. Просто Жандос ақылды жігіт. Және біздің басқа жұмысшыларға қарағанда машиналарды, запчастьтарды жақсырақ біледі. Да? Ну ладно. Онда шақыр сол умникті. Бірінші мен оны өзімнің сұрақтарыммен тексеріп көрейін. Сен өзің бірге кел. Көресің оның қалай позорец еткен. Джиги, байқадыңдар ма? Нені? Біздің Қабдолды бар ғой. Біреулер бар ғой, жестко напрягать етпеген. Қой, счетчикқа отырғызып саған деймін. кім отырғызады оны счетчикке айтшы. Жандоста неге олай шештің? Біріншіден, мен сол системада жүргем. Екіншіден, Қабдолдың түрін білесіңдер ғой сендер? Мейірімді ғой, адам баласына зияны жоқ қой. Мейірімді оны. Түріне қарасаңдар, братан ақша берейін ба дейтін тұр ғой, оны білесіңдер ғой. Үшіншіден, зарплата жақында ғана түскен жоқ па сендерге? А ол уже қарызға қашсау жүр. Бердіңдер ма сендер? Жоқ, берген жоқпыз. Вот именно, бермедіңдер. Сау. Ол заманнан өтіп кеткен жоқ, айтшы. Өткен жоқ ол заман деймін. Қалтасын тексеріп көрейін ба? Қате болады қалтасын тексерген. Досымыз үшін ғой, досымыз үшін. Ят болады ғой енді. Мынау последний запискасын жазып кетіп барады. Не деп жазылған оқыш? Буду ждать тебя за заводом 8 ведь. Олененок. Короче, Қабдолға көмектесу керек қой енді. Давайте онда. Бүгін сағат 8-де жігіттердің барлығын жинап, конкретно ана чорттардың бытышын шығарайық. Кеттік ба? Вот сплоченный вообще, жігіттер ол барайық. Ну-ка, түрлер грозный істеңдерші кән. Ага, бәріміз. Сен істесе, очкиді. Бош, очкин шешші. Давай, грозный істе. Прям осылай, давайте кеш саат 8-де жеги. Адам, шақырдың ба? Қуантайын ба сені? Ну, давай. Жатам. Марат Мұхтарович, сенің повышениемді қарастырамын деді. Вообще, серьезно ма? Иә. Осындай кабинетім болады ғой да?
Ну, енді кабинет жайында білмеймін, бірақ сенен кішігірім тест алады. Но я думаю, для твоего знания это мелочь. Если что, мен сенің қасында боламын. Смело. Сосын сен Марат Мұхтаровичем бар ғой. Қалай позор болғанын өзің көресің, а? Алло, Талғат аға. Қалайсыз? Пожалуйста, срочно көмегіңіз керек тұр. Келіңізші. Мен сенің личный водителің ба не? Қуасың ба? Керек болсаң өзің кел. Тур, братан, такси қылып шақырам. Солай келіңізші хотя бы. Ече, мен не, осы айналып жүру үшін шақырдың ба? Но менің баратын адресім жоқ қой, басқа не істеймін? Не, олай болса бір жер парковаться етейік енді. Жоқ. Давай, берген ақшаны отрабатывай, бензин жигать етсеш. Ол жоқ немес ол. Ал не болды? Не болғанда, короче, менде қазір тест болады. Ал? Сол тесттен кейін, может, менде повышение болады. Ну, сұрақтардың бәрі, короче, машина туралы, да? И мен машина туралы ештеңе білмеймін. Запчастьтардан, машина строения, анау, короче. Енді сіз таксисіз ғой, бәрін білесіз ғой. Соны бір дайындап көмектесіп жіберсеңіз деп жатырмын ғой сізге. Не қанша уақытқа сұрандың? Жарты сағат. О, жарты сағат аз ғой ол. Ладно, ничего. Бір жерге тоқтап, мен саған бәрін түсіндірем. Жоқ, тоқтамаңыз. Айналып жүре беріңіз. Ол жадный немес ол. Жадный емес, жұмыс ол. Бензин жигать етіңізші. И вообще-то мен комфорт шақырғам, кондиционер қосайық. Түйме деймін анағыны. Қосам. Жыбырлама өтші. Ақшасын төлет қой. Чё, сидишь, да? Қалайсың, Алик? Чё, довольствуешься, да? Чё с тобой? Сам приятно, А то что? То, что люди из-за тебя страдают. Алик, ты что, с ума сошел, что ли? То, что ты боль приносишь. Алик, ты мне саган, ты что делаешь вообще? Алик, ты мне саган, Алик, вот это зря ты это. Бергель, лучше я сижу. Да я за нее готов. Бергель, ты что, объясни сперва. Зачем біреудің әйел саған не? Өзінің әйел жетпейді ма? Ты что это, Дарикошу ревнуешь, что ли? Да! Я же ее не люблю. Құрметті әріптестер, бізде бүгін кезектен тыс біліктілікті арттыру емтихан өтеді. Дайынсыздар ма? Бастайық. Бүгін бізде афигевшілерден бір-ақ адам жиналған екен ғой. Байқа, қыздың алдында позорың шашылып қалып жүрмесін. Жарайды, бастайық. Бірінші сұрақ. Бәрімізге белгілі. Қайдағы бәрімізге белгілі? Сен білмейтін шығарсың? Ладно. Бәрімізге белгілі Илон Маск 2003 жылы электромобильді ойлап тапты. Электромобильдің жұмыс істеу принципін жазшы маған. Кішкене оңайырақ сұрақтан бастауым керек еді. Ну ладно. Сен маған мына еденді қандай материалмен жуады соны айтшы. Жауап берейін деп жаттым ғой жаңа сізге. Перебивать етіп жүрдіңіз ғой. Илон Маск бірінші электромобиль шығарды, бірақ ойлап тапқан адам ол емес қой. Томас Паркер деген кісі 1884 жылы. Қазір жазып қоям. Ты просто повезло саған, да? Походу, ана үйде дайындалып келген билет келді ғой, точно. Мойындар солай ғой, да? Ладно. Екінші сұрақ. Біздің завод жылына неше автомобиль шығарады және шығатын брендтерінің желісін маған тізімдеп жүрші. Серьезно сұрап тұрсыз ба? Оны даже заводтағы кез келген қыз біледі ғой. Оңай ғой сұрағыңыз. Ты что, самый умный, да? Жазып отырмын. Так, маған бояу цехының жұмысын басынан аяқ жазшы. Жазып жатырмын.
Әйгерім, ты че? Подсказку беріп отырсың ба не? жоқ, қалай? Мен қайдан білем, какие-то ты знаки подаешь? Бар, шықшы, пожалуйста, шықшы. Давай, верю. Бар. Так, ну че, екеуміз бірге бір қалдық. Күлкім келтірмеш. Енді Валик екеуміз туф. Енді білесің ғой, Валиханды мен сокращенно Валик деп айтам. Біз ол екеуміз бір бола алмаймыз. Өйткені мен Чё сен? Валик, бері қараш. Ну, қараш енді. Сені жақсы көремін ғой. Қалай болды? Ладно, енді не расстраивайся, әйтеуір тырысып көрдік қой. Тырысып көрдік. Енді малярдың көмекшісімін. Қойш, жақсы оқыттық та? Рахмет. А че сен настроениең жоқ? Мен инженер болғым келді ғой енді. Білесің ғой, инженер деген авторитет қой. Туысқандары сразу уважать етіп бастайды. Ну енді бірден болмайды ғой. Ақырындап жетерсің. Осының өзі де нормально. Все, молодец. Давай, не расстраивайся. Ағаға, на связи, да? От души рахмет. Айттым ғой мен сіз бәрін білесіз деп. Тигрсіз ғой сіз. Тигренок мой. Арыстанчик. Ой, так, давайте. На связи. Ой, жаным. Чудамчиктер, дайынсыздар ма? Заряжный кейін шығарсыңдар? Сен келмейді деп жатыр ғой. Ма, обижайте бар ғой. По идее, бір өзім шешіп тастайтын тема ғой. Просто осындай движениелер бірге көрсін деп ойлағам ғой. Винни-Пух мен саған айттым ма, кішкене шешіп кел деп. Тұрың, грозный істеші. Вот, осылай барамыз. Только дайындалыңдар максимально. Басталды. Давайте, лақтыру жоғынан до конца.